өміріңді, қайтып келмейтін өміріңді қайда жұмсағаның абзал десе, әркім өзінің саласында жауап беретін шығар. Бір мысал айтайық, нан жабатын адам наубайханада дейді, намазханада, мешітте дейді, басқа жауап болатын шығар. Бірақ жалпы соның бәрін қосқанда ішіндегі психиатрия мамандарымен, психолог мамандарымен, солардың сөздерін, дін мамандарымен бәрін қосып айтқанда қандай мән шығады деп ойлайсыз? Бірнеше нүкте, әлбетте олай жазғанда бір 15-20 нүкте болып кетер, бірақ соны бір 10 жерге түйіп жазған дүнием бар, сіздермен бөліскім келіп отыр. Өміріңді қайда жұмсаған абзал және қайда жұмсамаған абзал? Жұмсамаған абзал нәрселердің біріншісі бекер эмоцияларға жұмсамау керек. Бізде кейде жалған эмоциялар көп болады. Жалған неше түрлі эмоциялар бар. Тіпті мынандай сөз бар психологияда. Сен бір нәрсеге ренжісең дейді, сол бір нәрсеге ренжумен қалып кетпейсің дейді. Баяғы ренішіңнің бәрін алып келіп аласың, сонда саған бір реніш аз ба, сонда 20 реніш керек па дейді. Сөйтіп күледі бір психолог. Расында да адам баласы ренжитін болса, сол жерде не ренжіді, сол анық сонымен айналыспайды да. Бүкіл ренішінің бәрін, өткендегі, баяғыдағыны, пәленше істеген, түгеншесі бәрін жинап алады. Сөйтіп сол жерде ренжиді. Өмірден түңілсе де сөйтеді. Неден себеп болды осы өмірден түңілгенім? Қайсы ісім мені тоқтатып тұр қазір деп? Сол жерді зерттемейді, бәлки неден бастайды? Бір жер түңілді ме өмірден? Бітті дейді, машинам жүрмей қалды, анау өйтпей қалды, магазинге барсам қарызым көбейіп кетті, банкім анандай, анау, бүкіл бәрін қайғысын қайтадан шақырып алады. Сонда бір қайғы аз беді оған? Бұның барлығы артық эмоциялар. Артық эмоциялар. Оның барын тәртіптеп қағазға жазса, тәртіптесе, өзі шеше алмаса, маман адаммен отырса, шешілетін дүние.